болатқан кезде оны мен айтпасам шаштарын жөндемейсің. Бұл прическа сіздің студент кезіңізден бері бар прическа, иә? Бұл ең әдемі прическа ғой. Суға батырасың. Жаңа кірпішшіден сияқты не бар ғой, тарап, сонымен тарайсың, обязательно. Салонға бармағансыз. Как еркек ретінде айтайын, салонға бармағансыз, шашыны жуғансыз да, кептіргенсіз. Бір адам білсе орнымен жүр. Так, не отырамыз? Сен шығамыз. Не отырды? Мен осы Талғат ағамыздың тойы үшін 100 мың, 150 мың теңгенің көлемінде шығындалып келген нәзік жандылардың еңбегін бағалап 308 мартымен деп подарок беремін. Яғни осы той үшін көйлек сатып алғандар бар ма арамызда? Мен Талғат тойына барам деп 82 мыңға Сыйқынкенттен алған. Сіз алдыңыз ба? Осы той үшін түскі сағат 1-ден бері салон жағалап, прическа, макияж істеткендер бар. Олардың еңбегін ешкім бағаламайды, сондықтан азаннан кешке дейін неше айдан бері дайындалған аруларға подарок беремін. Ең әдемі прическа физика, математика факультетінің ішінде кімнің прическасы әдемі? Бұда жер қолыне албал жұлба. Ойнап айтам. Сіздердің прическаларыңыз өте әдемі. Мен қазір енді бір неше адамға айналып кеп беремін сізге. Қасында ол ешқына жүрсіңдер ма? Қойыңызшы. Айналып кеп бердім, беріп тұрыңыздаршы. Біздің құраларымыз бар, нағашылар бар. Ана жерде абай, мен айтпасам шаштарын жөндемейсің. Көйлегіңіз де әдемі, прическаңыз де ерекше болуы сіздің оларға шағын подарок беріп тұр. Келіңізші. Прическаңыз күшті кәдімгі, бейіңізде андай аға жеңгемше Латын Американың қыздар бар ғой етші. Саламатсыз, атыңыз кім? Лилия. Қалай? Лилия. Лилия. Қандай күшті есім? Кім болып келдіңіз? Достарымыз. Қош келдіңіз. Мынау сізге достар. Прическаңыз өте әдемі. Бұл прическа сіздің студент кезіңізден бері бар прическа, иә? Бұл ең әдемі прическа ғой. Суға батырасың. Жаңа кірпішшіден сияқты не бар ғой, тарап, сонымен тарайсың, обязательно. Ана тарап кірмейді шығар. Лилия ханымға қошемет қойыңыздар. Прическа, көйлегі бүгінгі ең әдемісі. Құрметті ағайындар, мына жерде бізде сый-сияпат беріп жатсақ, жаңа маған Кама атын құлағыма келіп, екі адамға ма, бір адамға ма? Бір адамға Турцияға путевка. Шынымен, келіңізші, айтыңызшы. Сертификатын беріп тұрмайды, 20 мың. Стоматологияның аты Турция емес па? Міне, үйбайсыздар, өздеріңше сіздер сенбейсіздер. Экскурсия дейді, 7 күнге дейді. Әрі қарай, орысша қосып қалауында. Міне Турцияға барасыздар. Шаштарыңды жұлып, білген істеп берген адамдарға, енді күшті бір ерекше қонақтарға міндеттерді береміз. Пока тұра тұрсын, өзің кетіп қала жазбауың мүмкін. Так, ең әдемі прическа, ең әдемі көйлек. Қыздар, мен қайдалмағансың ба? Мына жақта көріне бастар зерттейді. Жүгірдемді алгенімізді көп бағында. Оймай сізге бересің ба? Шық прическа. Келіңіз. Қошеті тұрмаңыздар.
Гүлжайна ханымға күшті ғой да? Прическасы салонға бармағансыз. Как еркек ретінде айтайын, салонға бармағансыз, шашыңыз жуғансыз да, кептіргенсіз. Енді учетчокпен жатқызуға келмейтін шаш қой бұл. Кептіріп, шамал қалпақ киіп жүрген сияқтысыз үйде деседі. Сөйттіңіз да? Макияж машина ішінде жасағаныңыз ба? Кім болып келдіңіз тойға? Көршісімін. Көрші ханымға қожым еді ғой енді. Артыңызды ма айтпақшы? Гүлжайна, рахмет. Гүлжайна, отырамыз. Гүлжайнаға, құрметті ағайындар, Турцияға путевка! Ойнамайды! Сенбей қалардың білді сен. Ойнамайды. Турцияға барамыз дегенде болды ғой. Бәрі кісі әдеті ешкім қанбайды. 350 мыңға путевка алып алады Турцияға. Ойнамайды. Екі адамға әдемі мүмкіндік. 500 мың теңгеге Турцияға барып қайтасыздар. Сканпен барып қайтасыздар. Жолда бірінде менің ашық бекерақ яғаны екенімді өзі шығады. Бірақ ең бәрі әңгіме бәрі құт жүрді. Ана қолымыздағы берейік па? Бұл не зат? Ең белсенді қонақтарға стоматология батыс клиникасынан 5 мың теңге сертификат тегін. 5 мың мынаумен барса 5 мың теңгеге емделеді. Ой, 5 мың теңгеге врач просто не болатынын айтпайды ғой негізі. Мен 10 мыңнан берем, екі адамға я, құдағай, екі адамға, бір адамға 10 мың берейік та сол кезде. Бір адам несі орынайынша. Так, не отырамыз? Қайда, сен тексер шығамыз. Не отырды? Құрметті ханыммен мысалы әдемі прическа, әдемі көйлек. Ой, аға сізге бермеймін. Мына кісінің прическасы, көйлегі бүгінгі тойда сол ерекше жанып тұр. Әдемі тостаған 5 теңгеге пісінелі істеттірім. Саламатсыз, атыңыз кім? Атым Раушан. Раушан, кім болып келдіңіз тойға? Мен Талғаттың қайнағасының әйелімін. Талғаттың қайнағасының әйелі. Мен бірде Каманың жеңгесімін деп айта салуға прямо айтпайды. Бүгін Талғаттың тойы. Раушан ханымға қошемет ұрып қойыңыздар. Раушан, Алматыдан келіп, стоматолог істейсіз бәрі әдемі екен көріп тұрмын мен. Алматыға барып, қай стоматологияға барасың ба? Оралға қайтып келесіз ба? 80-нің шығып қалып. Мынау местный, осы жергілікті түрмеде істеген десең, ойлай айтамын. Түрмеде істеген жер, рахмет. Мынау еще местный стакандар. Қазір тойдың аяғына дейін ана жерде ханымнан мынаны беріп қысыңыз дейді тоңызға болады. Ал осы маңайыңыздағы ауылдастардың біреуіне берсеңіз болады. 100 ден, өйбек қалай? Бац ден. Сізге берейін бәс? Жүр, маған ұрыл керек. Рахмет. Ең әдемі прическа, ең әдемі көйлек. Бағана мен кімге бердім? Келіңізші, мына кісінің мойнындағы, құлағындағы алтындар, шыңғыраған көйлек. Кәсіпкер ма? Қарып шоқтады. Атыңыз кім? Наталья. Наталья. Бұл кісі кім болып келді, Наталья? Мен Талғаттың Жантай кластасымын. Сосын досымын. Подружкасы. Бәсен де, Әділет аға. Әділбек аға. Қашта?
Ұлтыңыз? Татар? Орыс па? Ойбай, оның сертификатын берейік. Ертең Путин ұрсып жүреді. Путин осылай әлі араласатын болса. Наталья, біздің баланың басын қалай айналдырмағансың деп. Рахмет, қошемет оқыңыздар, Наталья, молодцы. Жоқ, Әділбек ағамыз да, жұбайы Наталья да өздері бір күштандай, өте бір ақ көңіл, қастастар екен да. Саған Нұргүлге бағана подарок берді. Ерекше прическа, бәрі әдемі. Шықтай, мені бір шыққаныстан, десеңізші, сізге дейді. Бәрі, кемші сізге подарок берейін. Қошемет оқыңыздар. Adınız kim? Жайнагүл. Қай жақтан келдіңіз? Астанадан. Бүгін Эйр Астанадан ұшып келдіңіз ба? Флайр Астана. Флайр Астана. Кеше келдіңіз ба? Қош келдіңіз. Кіммен келдіңіз? Өзім келдім. Өзіңіз кім болып келдіңіз флайрға? Мен достарым. Болды. Жайнагүл ханыммен билейтін бар ма? Бар ма? О, Сәке! Асеке! Келдіңіз. Стоп. Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен бүгінгі тойда сіздердің көңілдеріңізден шыққан ең үздік бишіге путевка беретін боламыз. Келістік қой? Әзірге сіздер бастап беріңіздер, екеуіңіздің біреуіңізді қайтарамыз. Славительдер. Турцияға барып қайтуыңыз мүмкін. Стоматология барасыздар. Дайынбыз ғой? Жайнагүл және Асқар. Қошемет оқыңыздар. Асқар ағамыз бен Жайнагүл. Жайнагүл ханымды шығарып саламыз. Астанадан келді. Сіздің Турцияға баратын уақытыңыз жоқ. Өйткені сіз Астанада тұратындардың қолы бос емес. Қош келдіңіз. Астанадан келдіңіз. Астана Нұрсұлтан ба? Нұрсұлтан Астана ма? Рахмет. Бізде Астанадан келді десе, оны қорғамыз ғой бәріміз негізі. Ойда Астанадан келді деп. Устрой, где стима қорға білмейміз ғой. Не қорға білмейміз ғой. Асеке тұратырыңыз. Әзірге сізге дейін Турцияға барып тұру үшін. Сіздерді мақтадан шығып кетіп мүмкін. Мен прическасымен осы шақырып ала жаздағым кепті. Бәріңіздерді. Ойбай, мына студияны мен вообще қарамағанмын. Неткен ғажап сұлулы, неткен күшті көрініс. Көйлегіңіз қып-қызыл өте әдемі. Ортаға шақырамыз. Қошемет қойыңыздар. Прическа, көйлек, макияжға сөз жоқ. Бірақ бір стоматологиямен жақсы бір подарка алуға сізге мүмкіндік бар. Есіміңіз кім ханым? Ризвангүл. Ризвангүл. Отырып қоя салған екен, күшті. Кімнің құрметіне қойылған есім негізі? Ешқарман да, бірақ Ризвангүл ханым. Билемейсіз опсыз? Қойыңызшы, Турцияға барсыз кеп тұрғаныңызшы. Ризвангүл ханым және Асқар. Музыка!
Лагер ханым, рахмет. Жоқ, қысылмай, мен берейін деген үшін рахмет сізге. Рахмет. Ойба, мен яғып көрмей отырмын мына кісілерді. Келіңізші. Келіңіз ортаға. Қошемет ұрпаңыз ақымет қағайды. Негізі прическа салонға барғанда, мына кісі бірден беріп жіберейін, келіңізші. Осылай жасықтады негізі. Келіңізші. Салтанат деген есі. Қошемет. Аяғасына Турцияға кетіп қаласы келді. Бірақ ол жерде көкем отыр как раз. Рахмет. Прическа өте әдемі, макияж приказ, голливудский локон, прическаның аты, бағасы 8.000. Он ма? Яғни базарда айналасындағы салондарда айтып тұрмын ғой. Салтанат ханымға қош келдік, өте әдемі. Келіңіз. Саған ролдың ба бұл? Локон ба? Атыңыз кім? Лаура. Лаура, иә? Кім болып келдіңіз? Талатан. Талатан өзі біледі ме кім екенін? Ол кісі кім? Біле керек еді. Бірге жүрген достарымыздың жолдасы. Досыңыздың жұбайы. Күшті Лаура ханым. Лаура ханым биліңіз. Желание бар ма Турцияға? Қазеге? Қаш адаммен менен өзің айтып ертең неге Жәнібекке кетіп барып қақ келді. Жәнібекке шылқалайын деп едім деп. Онсыз да Жәнібекке барайын деп жатсыз ба? Күшті. Менің арманым шынымен де Орда мен Жәнібекті көріп. Жаман барып жүрген шынымен де алыс. Музыка! Рахмет, Лаура ханым шығарып салайық, жаңа подаркыңыз қайда? Апа, алып сұрақта ма? Рахмет, мұнай набименен сіз Турцияға жібере алмаймыз. Ең әдемі прическа, ең әдемі көйлек, жалпы асекеңмен билейтін адам бар ма? Келіңіздер. Кім бар? Ал, күндегі ағай прическасы тұратырсыз, салон. Бірде Турцияға қарай жіберейік. Асеке, қалай Турцияға жіберейік ма? Красавчик. Келіңіздер, кім бар? Асекеңмен билейтін адам бар ма ағайын арамызда? Сонда бір адамның асекеңмен Турцияға баратын адамның жоқтығы ма? Қарның тоқтығы ма? Әйеліңіз қайда? Жеңгеміз қайда? Келіңіз, шамдарыңызбен билеп көріңіз. Келіңіз, атыңыз кім? Бір адам билейді ғой негізі. Бір адам билейді, екі адам билесе үйдің берекесі қашып кетеді ғой. Бір адам бейші болады, бір адам бей болады. Бей болмаса да бей түседі. Не сөз? Келіңіздер, фотоға түсейік. Фотоға түсейік деп қой. Атыңыз кім? Ләззат. Музыка! Рахмет, былай істейік, Ләззат ханым сізге мынаны беріп кеттім. Ағамызға 10.000 теңгеге батыс дертке путевка болды. Турцияға барып істейсің. Ал, құрметті ағайындар, арамызда билегісі келетін жандар болса, ұялмай шығыңыздар. Кім бар? Отбасы деп күйеуімен шығып, би жарысына қатысып, путевка өтіп алуға болады. Егер жоқ болатын болса, мен бірден біздің биімізге атсалысқан Асекеңе ұсынасың. Келіңіз ағай!
Түркиядан Турцияға барамын. Барасыз, бірақ Қазақстаннан деп айтпайсыз. Турция жақында ғана елге толып кетті, қуан жоқ. Ассалаумалейкум, как раз ағам. Ай, мына кісінің биліктер бар ма? Мына кісінің биі негізі күлуге болмайды. Бұндай би, осылай бидің стилінде осылай бар би. Бұндай дастан бір-бір жетпіс күрбайлясын жылдары сөйтіп қолаберен бар ма? Бар ма? Ай, мына кісінің биліктер адам. Жазып көйлектегі ханым. Siz bitip bir isteyip boğatkan gezip böyle oğlum siz bayan jıl tuğlandınız mı? Bayan jıl деген жоқ шығар? Атыңыз кім? Ақсу ханым біздің Талғат ағамыздың досының келіншегісіз. Кластасы, құрдасының досы ғой енді келіншегісіз. Күйеуіңіз қайда? Көке? Ойма, құлақсыз ояқ беруге болсын. Келіңіз! Келсеңізші! Күйеуіңіздің аты кім? Атыңыз Мақсұт аға? Абайда кішкентай болған олар. Мақсұт аға рұқсат па? Біздің көкеммен белесіп жұбайыңыз. Турция можно, Турция. Ай, негізі көкемнің өзінде Турцияға баратын белдері бар сияқты. Келіңіз, құрметті ханымдар мен мырзалар, қошемет оқымаңыз. Атыңыз? Әділбек. Әділбек. Талғат ағаның? Досы. 50-ге толдыңыз, а? Ал, музыка. Басқа би ойлап таппаса, басқаға келіңіз. Жан-жағыңызды ортада билеңіздер. Әркім біреудің әйелімен, біреудің билетімен, осы өздерінің әйелімен күйеу билесінші. Күйеуіңіз ба? Не деп көріп отырсыздар? Дайынбыз ғой? Кеттік ал, отбасы. Екі кісі Турцияға жібере саламыз ба? Мақсұт ағамыздың күнді. Ердоған звондайтша, Тоқаев, алып кетші екеуді. Қошемет оқымайып, мен енді Мәкең мен жұбайына бір подарок беріп кеп тұр. Не берсем екен, Құдай-ай. Чайник бердісе, чайник берді. Ал әзірге, мінекей сіздерге орындарыңызға жайғасыңыз ба? Жұбайыңыз бар ма? Қақта. Келіншегі ағамыздың келіңізші. Тосын, күйеуіңіз 50-ге толыпты. Кәрі ма? Келіңіз, аға да жерге тұрыңыз. Аға да жерге тұрыңыз. Кішкентай тасталайшы. Атыңыз кім? Әсем? Әсенім? Аға да жерге тұрыңыздар, да жерге бір-біріңіз болсын. Осы отбасын қиылсын. Салфеткеңізді беріңіз. Ана көпшілік отқаннан кейін, ана көпшілікке арналған билерді билейсіздер ғой, а? Сөндіргеннен саға! 50-ге адамыз. Кеттік, әсем биле алсыз ба? Ал? Я. Дайынбыз ғой? Кеттік. Музыка!
Бізге бұл жерде 2-3 адамға сіздердің дауыстарыңыз арқылы подарок беруге рұқсат етіңіздер. Группаластарының атынан Асекенің жеңімпазы деген, Асекен орныңызға тұрып қойыңыз. Асекен жеңімпаз дегендерді бір қошемет естірші. Асекен билеті, сосы бір билет бізде. Асекен осы 2 сан қарт беріңіз сіз атыңыз. Әділбек билеті дегендерді қошеметті құрметті. Әділбек! Асекен! Турцияға өзім барайыншы. Біз енді той келер шешім өздеріңіз қабылдаңыздар, осы 2 кісінің біреуіне бере қояйық. Ешкім көңіліне қарамаңыз. Мына кісі барсын десінде қайсысы барса да жарасады. Ана кісі Жәнібекке кетеді, мына кісі Турцияға кетеді. Ана кісі Турцияға кетеді, мына кісі қай жаққа қалды? Сарысуайға барады. Шешім қабылданды. Апам айтты, осыған берді. Асқармен групп баласын бір болса да 4 жыл ешкілікте жазылды. 4-5 жылдай бір болса да әзілдеген бала кезден танитын баласын әзілдікте бәрі біліп тұр. Жақында ғана 50 жасын тойлаған Әдекен, бір жағынан бұл кісіге сені қосын деп, аға бармадың деп ренжімейсің. Турция вообще қызық емес. Бардақ, қымбат, шайдан басқа ештеңе істемейсің. Донер жеп прашын ижоға боласың, барма. Сізге Турцияға барып бұйырған екен, Европадағы түркі халықтары ішінде ең әдемі демалатын жер, жақсы демалып айтуға қайтыңыз. Міндетті түрде донермен түркі шайын ішіңіз. Ижоға боласың бізге. Үтіған кетіңіз қашан барады? Қашан барады? Бронник кетіп барады. Они звондау керек, оптимизировать етіп барып сосын. Бұл ақшасын төлейсіңдер, сосын барасың. Ақшасын төлейсіңдер қойсың? Тек страховкасын төлейді. Тек страховкасын төлейсіңдер, 600 мың қалды. Құрметті қамдармен бұзырайын, страховка деген көп болса 1800 теңге. Бар да, любой авто сондан ала саласыз. Сосын түсеміз. Ал. Тек бір адам бар ғой? 2 адам. Күйеуің тойына Турцияға бар, анам білемеңіз ана болмайды. Атауыр, келіңіздер, фотоға түш. Қойға келіңіз. Стоп. Турцияға деген көтеріп ойлап қоймаңыздар, көтеретені стоматологға келсін, бәрі түсіндір, құда сен білесің ғой, біздерін ауыл кішкентай бәрі естейді, артына келді ме, ең бір кішкене төлейтіндер бар, бірақ анда күтіп алатын естейді бәрі шынайы. Құдасын жақында елдің өтіп, zaman келесі жылы Асқар дағасы болады, оған да болады. Аға, енді май айында барыңыз, қыдай келсін. Адуши, рахмет. Ағамыз, мынау ренжімеңізші, бір шайнекпенен қып-қызыл забарып салсаңыз, түрік шайы сияқты шығады. Индийский чай, российский чай. Шақырымен кел берем аға сізге. Аға, мені тағы да бермеймін сізге, аға. Осыны ала беріңіз. Турцияны, осыны сатсаң, Турцияға бар болған беріңіз. Рахмет. Қошемет ұрып қойыңыздар. Мен енді аға, айналамызға, достарыңызға ұсынсаңыз болады деген ниетпен беріп жатыр. Ана төрде отырған ханымды ортаға шақырып, бір подарок беріп жіберейікші. Келіңізші. Сізге. Жаңағы өтіп кетіп айтса әдемі прическа қойдек бәрі сіз екен. Атыңыз? Анардан. Күшті. Прическаның аты Пучок. Өзіңіз істегенсіздер? Салонға бармаңыз.
Иисус ты прав.